Сәлеметсіздер ме менің сүйікті көрермендерім. Бүгін мен сіздермен өте оңай және тойымды өте дәмді салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ондай болса бірге жасап көрейік. Ол үшін бізге керегі 4-5 картоп, 4 жұмыртқаның сарысы, соның ағы, сосын любой консерві, тунец болсын, скумбрия болсын, любой бір консерві, любой қайсысын қаласаңыз соны. Сосын кейін консервированный шампиньон туралған болса жақсы болады. Майонез және оформлениеға мынандай тарелка и терка керек. Ал ондай болса бастайық. Ең бірінші ол үшін бізге майда теркадан картопымызды өткізіп аламыз. Майонезімізді жағамыз. Жаңағы балығымызды саламыз. Кез келген шпрот болсын, негізі қарап тұрсаңыздар, патшубаға ұқсайды, бірақ патшубадан дәмі өте, одан да басқаша болады, ерекше болады дәмі, өте дәмді салат болады. Майонезімізді құйып аламыз. Енді осының үстінен тағы да картопты жібереміз, жұқа қып. 3 картопты ең астына жіберсеңіз, 2 картопты үстіне жібересіз. Өстіп жұқа жаңағы самырауқлақтарымызды жан-жағына ешқандай турамай осылай қойып шығамыз. Оның үстіне жұмыртқаның ағын өткіземіз. Енді міне қалған майонезіміздің бәрін осыған жұмыртқаның сарысын. Ал міне достар, осындай әдемі салат шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны все деп басып қойыңыздар. Сіздермен болған гүлім, келесі арнамда кездескенше.